Қайырлы күн. Бүгін сіздермен түскі асқа тез әрі оңай дайын болатын етті пәтір нан жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Үйлеріңізде дайын фарш болса жасап қойған, обедке қарай илеген қамырларыңыз болса ашып тұрған, бір зуаласын алып жасай салсаңыздар, өте дәмді болады, өте жұмсақ болып, кәдімгі самса сияқты болып тұрады. Нанға илеген қамырыңыздан бір зуала аласыз. Үйде фарш болса, сол фарштан мен 220 грамм алдым. 2 дана пияз орташа, қара бұрыш, тұзды араластырып, бәрін фаршын дайындап алдым. Салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Бір зуала қамырымызды орташа етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырымызға ерітілген тоң майды құйып алып жағамыз жақсылап бірдей қылып. Майды жағып болғаннан кейін фаршты бәр жеріне бірдей етіп салып шығамыз. Міне осылай пәтір сияқты етіп ораймыз. Видеода көргендеріңіздей етіп пәтір нанымызды жасап аламыз. Пәтір нанымыздың бетін шанышқымен тесіп шығамыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, міне біздің етті пәтір нанымыз дайын. Өте жұмсақ, өте сочный болып шығады, самса сияқты. Видео рецепт ұнаса, сіздер де дайындап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Өте дәмді болып шығады. Пәтір нанымыз ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.